Әкемді айтат десем мұны нәғып. Білдім ғой құпияны бүгін анық. Біздің үйді бүлдіріп жатыр екен, ішіңе дәу магнит кіріп алып. Айнұр, сенің екпінің жаман екен, шалдың өзін қаратқан бұрып алып. Бес тал шашым 5 сағат тарап еді, бүгін өзі тым ерте тұрып алып. Мен қайта ұят қой деп тоқтау салдым, келмекші болған тіпті гүлін алып. Бұл айтысты эфирден берсегерде, Айнұрда айтақында құрыданық. Магниттің мәселесін біліп қойса, мамам оны қоймайды жылы жауып. Забастокпы жасайды, саған қарсы кранның төбесіне шығып алып. Егер оған қоймасаң, екіленіп келеді қос білегін түріп алып. Айтақын екеуіңді баспен қадап жатпаңдар бір бұрышта аңыранып. Шалына екінші рет жоламастай арқаңнан 6 таспа тіліп алып. Мамалатып кетпесін мамам сенің, шашың мен магнитіңді жұлып алып ай. Қалжыңдар кезде бұл бала ағаларынан үлгі алса, тып-тыныш отқан әкесін сахнаға шығар деп қояд, алыстан ғашық қылғанша. Осындай кезде шіркін ай, сөз түсінетін ұл болса, жетісу жақтан желпініп келгендігі де жетпей ме, демалып енді нұрланса. Жанкүйер болып тек маған келді ғой менің әкем деп намыстанады бұл болса. Барсың базалда Айдаға, Айнұрмен ойың бір болса, бір тұрып қойшы орныңнан маған келгенің шын болса. Айтақын тез тұрды ғой бұл тұрғанда. Көнбеушет анау-мынау сылқымдарға. Айнұр, сенің сиқырың жаман екен, қалай түсіріп алғансың ырқын қолға. Алыстан әкемізді басқаратын магнит емес, қолыңда пультің бар ма? Әкетай түсінбеді-ау балаң сені, тимейді-ау бұл тұрғанның саған себі. Отырғызып тұрғызып бұл Айнұрдың басынып алғанын ай жаман сені. Отырғызып тұрғызған ештең емес, еңбектетіп жүрмесін мамам сені ай.